Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге сабақ барысында қолдануға болатын Twinkle платформасы туралы қысқаша айтып өткім келеді. Twinkle дегеніміз мұғалімдерге арналған білім беру платформасы. Мұнда сабаққа қажетті әртүрлі материалдар, жұмыс парақтары, ойындар, презентациялар, әдістемелік құралдар дайын түрде берілген. Бұл мұғалімнің сабаққа дайындалу уақытын үнемдеуге көмектеседі. Жалпы платформаға қалай кіруге болады? Осылай Google-ға Twinkle немесе осы Twinkle'дың сайтын енгіземіз. Менде дәл қазір ол сайтқа кіріп тұр, сондықтан мына жерде егер де сіздер бұл платформаға тіркелмеген болсаңыздар, sign in деген мына жерде көріп тұрғандарыңыздай бірінші тұр. Сол жерді басып сіздер регистрация жасай аласыздар. Және регистрация жасап болғаннан кейін сіздерде осылай парақша ашылады. Сіздер осы парақшадан өздеріңізге керекті тақырыптарды іздеулеріңізге болады. Және мысалы маған going to керек. Бүгінгі тақырыбыма және осы жерде арнайы презентациясы, және астында ол жерде ойындары, карточкалары және жұмыс парақтары бар. Сізге өзіңізге керегін снапчат етіп аласыз, ал менде дайыны бар, сондықтан мен сіздерге қазір көрсетемін. Осылай қалай жұмыс жасау керектігін бірінші түсіндіреді, содан соң сабақ қалай басталу керек, warm-up арқылы сұрақтар қойылады және астында сөздер беріледі. Осы сөздер арқылы сөйлем құрастыру керек, және әр презентацияда warm-up әртүрлі. Және екінші going to-дің ережесі, және мысалдарымен, және оның структурасы, және ондағы мысалдар, және осыда бірнеше тапсырмалар беріледі. Жалпы осылай балаға грамматикаларды осылай оңай түсіндіруге болады. Әрине, бұл платформаның кейбір кемшіліктері бар. Бұл платформа тек қана ақылы түрде жұмыс жасайды. Бірақ бұл платформада тек қана ағылшын тілі ғана емес, басқа да пәндер бар. Мысалы, ағылшын, математика, химия, музыка, сурет және технология сабақтар, және басқа да пәндер бар. Математикаға кіретін болсақ, бұл жерде математикада арнайы жұмыс дәптерлері берілген. Өзіңізге керекті тақырыпты алып, баланың деңгейіне сай жұмыс дәптерлерін берсеңіздер болады.